Сәлеметсіздерме? Бүгін біз қайнатылған қамырдан десерт дайындаймыз. Ол үшін бізге су, тұз, май, ұн, жұмыртқа керек. Суға тұз саламыз, май қосып қайнатамыз. Майымыз ерігенше қайнатамыз. Суымыз қайнады, енді ұн қосып қамырымызды 5-7 минут пісіреміз. Дайын жұмыртқамызды жарып, ақ уызы мен сары уызын қосып, бір келкі масса дайындаймыз. Дайын қамырымызды 60 градусқа дейін салқындаттық. Енді дайын жұмыртқамызды бірнеше бөлікке қосып, араластырамыз. Қамырымыз дайын, текстурасы бір келкі, енді кондитерлік қапқа саламыз. Кондитерлік табаға үлестеп, сығып саламыз. Жартылай өнімімізді 180 градуста 15 минут пісіреміз. Десертімізге тұздық дайындайық. Ол үшін бізге 35% кілегейімізді 70 градусқа дейін қыздырып, жұмыртқа қосып, үзіліссіз араластырып қоюландырамыз. Дәмін қант қосып келтіреміз. Профитролейіміз дайын, енді безендіріп ұсынамыз. Бүгінгі сабақты қорытындылауымыз үшін органолептикалық бағалау кестесін толтырыңыз.